Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу пәні 51-ші сабақты бастаймыз. Сабақтың тақырыбы қомағайлық, жаман әдет. Бүгінгі сабақта мәтінді түсініп оқуды үйренеміз, қажетті ақпаратты белгілейміз. Бірінші тапсырма бойынша суретке назар аударайық. Суреттегі балалар туралы не айтасың? Бірінші суретте бала фастфуд жеп отыр. Бұл жерде баланың зиянды тағамды жеп отырғанын көреміз. Екінші суретте ұл бала дұрыс тамақтану ережесін ұстанады, таңғы асқа тек пайдалы тағамдарды жеп отыр. Яғни бұл сурет бойынша мәтіннің тақырыбы тағам жайлы болуы мүмкін деген болжам жасаймыз. Оқулықтағы екінші тапсырманы қарайық. Бұл жерде екі мәтін берілген. Бірінші мәтінді түсініп, мәнерлеп оқып алайық. Мәтіннің аты Қожанасыр мен Ашқарақ. Бір тойда Ашқарақ біреу қомағайлана ішіп жегенмен қоймай, қалтасына құрт пен ірімшікті сала береді. Қасында отырған қожа әлгінің қалтасына ыстық шай құйып жібереді. Ашқарақ адамның ашуланатын әдеті емес пе? Бұл не деген бейбастық, деп қожаға дүрсе қоя береді. Сонда қожа байсалды пішінмен: қалтаң құрт пен ірімшікті көп жеді, шөлдеп қалмасын деп құйғаным ғой, депті. Мәтінді мәнерлеп оқып болсақ, сұрақтарға жауап берейік. Мәтін кім туралы? Басты кейіпкерлері кім? Әрине, Ашқарақ пен қожа. Екінші, қалтасына ірімшік пен құртты салған кім? Қонақта отырып тамақ ішіп, қалтасына ірімшік пен құртты салған Ашқарақ. Неге Ашқарақ солай істеді? Тамаққа сараң болып қомағайлығының әсерінен солай істеп отыр. Төртінші, қожа Ашқараққа не істеді? Қалтасына ыстық шай құяды. Бесінші, қожа іс-әрекетін қалай түсіндірді? Қалтаң құрт пен ірімшікке тойып шөлдеген шығар деп жауап берді. Бұл жерде біз мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, оларға жауап бердік. Келесі екінші мәтінге көшеміз. Екінші мәтіннің аты Қомағайлық. Бұл мәтінді мәнерлеп түсініп оқып алайық. Бір қомағай қонақта отырып, тамақты өте көп ішіп жепті. Үйіне келген соң мешке күпті болып ауырып қалыпты. Көршісі келіп: саған не болды? деп сұрайды. Қонаққа барған едім, асты көбірек жеп жіберсем керек, дейді. Сонда көршісі: ас біреудікі болғанмен, қарың өзіндікі екенін ойладың ба? депті. Ал енді осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: мәтіннің кейіпкерлері кім? Әрине, қомағай мен көрші. Екінші сұрақ: қомағай неге ауырып қалады? Қонаққа барып тамақты көп жеп қояды. Үшінші сұрақ: қомағайдың жағдайын кім сұрады? Қомағайдың жағдайын көршісі сұрады. Төртінші сұрақ: көршісінің жауабын тауып айт. Көршісінің жауабы: ас біреудікі болғанмен, қарын өзіндікі екенін ойладың ба деген сұрақ қояды. Ал енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап берсек, келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде сөздікпен жұмыс берілген. Жаңа мәтін бойынша түсініксіз сөздерге түсініктеме берілген. Бұл жерде мешкей, тамақты көп ішетін тойымсыз адамды айтамыз. Күпті болу, тамақты шектен тыс көп жегеннен ауырып қалу. Үшінші, тамақ сау қомағай адам, яғни Ашқарақ деп біз тамақты өте көп ішетін адамды айтамыз. Келесі оқулықтағы төртінші тапсырманы қарастырайық. Мәтінге сүйеніп жаз. Бұл жерде тамақты өте көп жейтін адамды біз қалай атаймыз? Екі мәтінді
оқыдық. Осы жерде түсінгеніміз тамақты өте көп жейтін адамды біз қомағай дейміз, ашқарақ дейміз, мешкей дейміз. Яғни осы үш сөз тамақты өте көп жейтін адамды айтамыз. Бесінші тапсырмада мәтін бойынша сөйлемдерді толықтыр дейді. Яғни екі мәтін оқыдық, сол бойынша қорытынды жазамыз. Бірінші қомағайлық дегеніміз не? Қомағайлық дегеніміз тамақты көп ішу тойғанын білмеу дегенді білдіреді. Екінші, ас біреудікі болғанымен қарын өзіндікі. Яғни тамақты көп мөлшерде ішсең, басқа біреу емес, өзің ауыратыныңды естен шығармау керек. Алдарыңызда 6-шы тапсырма. Бұл жерде сіздерге сызба берілген. Бірінші бағанда екі мәтіндегі кейіпкерлер берілген. Екінші бағанға осы кейіпкерлердің іс-әрекетін жазамыз. Үшінші бағанға осы кейіпкерлердің іс-әрекетіне пікіріңді жазасыңдар. Енді осы кестені толтырып көрейік. Бірінші кейіпкер қомағай. Қомағайның іс-әрекеті қандай болды? Ол қалтасына құрт пен ірімшікті салды. Өз пікіріңді үшінші бағанға жазайық. Қомағайлық жаман қасиет. Келесі көршісі, бұл екінші мәтінге байланысты. Көршісі не істейді? Ол жаңағы ашқараққа өз жауабын айтады. Ас біреудікі болғанмен қарын өзіндікі деп жауап береді. Пікір жазайық. Бұл жерге көп тамақ ішуге болмайды, мөлшермен ішкен дұрыс. Ашқарақ адам, бұл бірінші мәтін бойынша кейіпкер, тамақты көп ішіп күпті болады. Яғни ауырып қалады. Пікірім, әр нәрсені қанағат қылу керек, мөлшермен тамақтанған дұрыс. Қожанасыр кейіпкерінің іс-әрекеті ашқарақтың қалтасына шай құяды. Бұл жерде пікіріміз Қожанасыр оның іс-әрекетінің дұрыс емес екендігін көрсетті. Келесі 7-ші тапсырма. Бұл жерде дәптерге ашқарақ қомағай адамдарға қандай кеңес берер едіңдер? Екі мәтінді негізге ала отырып, осы сұрақ бойынша қорытындыны дәптерге жазамыз.